Қайырлы күн, көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай қарыннан ерекше түрі әдемі болып көрініп тұратын дәмді салат жасадым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, видеоны толықтай қараңыздар. Алдымен бізге пиязымыз қажет болады. Пиязды осындай көлемде турап аламыз. Қатты үлкен етпей, майда етпей. Келесі осындай жасыл, қызыл болгар бұрышын ұзынша етіп турап алатын боламыз. Келесі чесногымызды пышақтың көмегімен басып тұрып жақсылап езесіздер, сосын оны да ұзақтап майдалайсыздар. Келесі біз петрушкамызды турайтын боламыз. Майда болып кетпеу керек, орташа көлемде тура видеодағыдай етіп оны да турап аламыз. Келесі сәбізімізді теркімізден тура осындай формада турап аласыздар. Аздап тұзын салып, морковь приправасын салып, қолымыздың көмегімен жақсылап мыжғылап қоятын боламыз. Өзінің суы шығып, жақсы әдемі болып тұрады, мариновкасы сіңіп. Келесі біз қарнымызды турайтын боламыз. Тура ұзынша етіп, сиырдың қарыны жақсылап иісін кетіріп жуып алдым. Міндетті түрде жақсылап иісін кетіріп қайтара жуып алыңыздар. Содамен, тұзбен, лимонный кислотамен жуып алсаңыздар болады. Сосын 2 сағаттай газде пісіріп алдым. Өте жұмсақ, ауызда еріп кететіндей болып піседі. 2 сағаттай пісіріп алыңыздар. Осы заттар қажет болады, турап алдық. Енді біз тапамызға сұйық майды құйып, қызып тұрған сұйық майға пиязымызды салып, аздап қана 3-4 минут қана оны да қуыратын боламыз. Бізге қатты қызартып қарайтудың қажеті жоқ. Енді қарнымызды салып, оны да сол 3-4 минуттай бая отта газдың астын басып қоямыз, қуырып алатын боламыз. Чесногымызды саламыз. Болгар бұрышымызды саламыз. Қатты өлтіріп қуырудың қажеті жоқ. Біздің болгар бұрышымыз қытырлап тұру керек. Аздап қана қуыратын боламыз. Келесі біз осында приправаларын салатын боламыз. Паприка, тәтті бұрыш яғни салып, қара бұрыш салып, тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Көз мөлшерімен жасап жатырмын. Бәрін дәміне қарай өздеріңіз көресіздер. Аздап соевый соус тамызамыз, 1 қасықтай. Оны да жақсылап араластырамыз. Өзінің майы, суы шығады. Міне дайын болып қалды. Енді таза ыдысымызға саламыз. Бүкіл суымен, майымен салып жіберудің қажеті жоқ. Азғантай сығып тұрып саласыздар. Міне өзінің суы өзі шығып тұр. Енді біздің міне мариновка жасап қойған сәбізіміз езіліп, суы шығып тұр. Бізге суы қажет емес, суынан сырғып салатын боламыз. Келесі петрушкамыз салып, жақсылап араластырамыз. Міне осындай өте керемет, дәмді салат шығады. Түрі де өте әдемі көрініп тұрады. Тарелкамызға саламыз. Бізде міне тарелкамыздың өзінде өте әдемі сәнді көрініп тұр. Қонақ келгенде жасасаңыздар да болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қойыңыздар, қыздар. Осындай керемет салаттың рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын, рахмет.